Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге адам денсаулығына пайдалы жемістердің бірі анар туралы әңгімелейтін боламыз. Анар көп жылдық жеміс ағашы. Жерорта теңізі, Орталық Азия, Кавказ, Қырым аймақтарында өсетін ежелгі жеміс. Жеміс ағашының бойы 5-6 метрге дейін барады. 80 жылға дейін, кейде одан да көп өмір сүреді. 3-4 жастан кейін жеміс береді, жемісін жерге түсірмей тұрып алады. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын назарларыңызға ұсынамын. Гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісі қаназдық ауруымен күресуге таптырмас бірден-бір жеміс түрі. Осы дерт кезінде анар шырын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стақан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысым дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген пайдалы. Ауыз қуысын дәлелейді. Жеміс қабығынан жасалған су тұнбасын немесе шырынын ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісі қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейін төмендетеді. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығы құрамында құрттарға қарсы пельтерин, изопельтерин және метилизопельтерин сынды алкалоидтар бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнату арқылы ағзаға іштей қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын іш өтуге, тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларына қарсы емдік мақсатта пайдаланады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стақан ыстық суға салып, 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 реттен ішкен дұрыс. Сонымен қатар анар энергия беріп, шөлді және шаршағанды басады. Денені, жүректі, асқазанды және тіс еттерін қуаттандырады. Артериялық қысымды түсіреді. Асқазанның қабынуы, ауыз жарасы үшін пайдалы. Иммунитет жүйесін күшейтеді. Қатерлі ісік жасушаларының дамуына кедергі болып, денені қорғайды. Қандағы холестерин деңгейін және қан қысымын түсіреді. Тамырдың бітелуін алдын алып, тамырларды ашады. Осындай қасиеттері ен, жүрек пен тамыр ауруларына қарсы қорған болады. Қандағы қант мөлшерінің деңгейін тепе-теңдікте ұстап, қант диабеті ауруларына пайдалы болып келеді. Тері ауруларына да пайдалы. Анар шырыны дауыстың шығуына көмектеседі. Анардың құрамында антиоксиданттар көп. Анар қысқы негізгі жемістердің бірі болып табылады. Ол дәрумендер мен пайдалы заттарға бай. Анар қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі, иммунитетті жақсартады. Анар С дәруменіне бай. Бір анардың шырынында біз күнделікті тұтынатын С дәруменінің 40% бар. Анар қатерлі ісіктің алдын алады. Зерттеулер анардың сүт безі ісігін болдырмайтынын көрсетті. Анар ас қорытуды жақсартады. Анар шырыны ішектегі қабынуды азайтып, ас қорытуды жақсартады. Сондай-ақ крон дертіне шалдыққандарға көмектеседі. Анардың пайдасы жайлы не білеміз? Анарды сатып аларда көлемі үлкен, қабығы жылтыр, әрі жұқа, құрғақ, түсі біртектісін таңдау керек. Анардың сүйегін жеуде пайдалы, бірақ ең пайдалысы шырыны. Анар шырыны әсіресе әншілер үшін өте қажет. Ол дауыстың таза, әрі әуенді шығуына көмектеседі. Сондай-ақ анар суы шөлді басып, дене қызуы мен артериялық қысымына түсіреді, тәбетті көтереді. Бұл жемісті жедел ішек зәр шығару жолдарының ауруларында қаназдықта қолданамыз. Жеміс бірыңғай пайдалы немесе түбегейлі зиян болмайды. Анар да сондай. Оны шектен тыс тұтыну денсаулыққа зиян келтіруі, белгілі бір проблемаларды күшейтуі мүмкін. Құрамында белсенді ингредиенттер, жеміс қышқылдары мен таниндер болғандықтан оны мына жағдайда жемеу керек. Ас қорыту патологияларының болуы, панкреатиттің, энтериттің, гастриттің өршуі, асқазанның немесе ішектің ойық жарасы болса, геморрой немесе іш қатуға бейімділік болса,
тіс емалының зақымдануы болса және де анарға қарсы реакция берген жағдайда бұл жемісті пайдаланбаған абзал. Анар қабығының құрамындағы элла қышқылы антиоксидант, антимутаген және қатерлі ісікке қарсы ерекшеліктерге ие. Зерттеулер омырау, өңеш, тері ішек, простат және ұйқы безі қатерлі ісіктеріне қарсы әсері бар екенін көрсеткен. Элла қышқылы қатерлі ісікке себеп болатын молекулаларға байланып, оларды маңызды өлшемде залалсыздандырады. Көлеңкеде немесе 40-50 градустан аспайтын жерде кептіріп, ұсақталған анар қабықтарын салқын жерде сақтау керек. Кейін 100 грамм қайнаған суға 2 грамм анар қабығын салып, шамамен 10 минут қайнатып, күнде шай ретінде тұтыну қажет. Осылай қатерлі ісіктен бастап, жүрек және қант диабеті аурулары секілді біршама аурулардан қорғанған боласыз. Жалпылама барлық жемістерде болатындай, анардың да ең құнды жері қабығы. Сондықтан анар қабығын тастамай, пайдалы тұрғыдан тұтынған жөн. Егер сіздерге бүгінгі берілген ақпарат шын мәнінде пайдалы болып, бір кәделеріңізге жараса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден келген әрбір лайк пен әрбір комментарий мені шын мәнінде шабыттандырады.